Академия арнасы. Құрметті әріптестер, бүгін кезекті сұхбатымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта филология ғылымдарының докторы, Қазақ ұлттық университетінің профессоры, белгілі тілтанушы ғалым Орнай Сағынғалиқызы. Қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз ақаң туралы, тіл білімі туралы, тіл тану туралы болады. Ең бірінші сұрақ мынандай. Ореке, мынау қазақ тілін біз оқытамыз, қазақ тілін зерттейміз, қазақ тілін қолданамыз. Соның қайсында бір олқылық бар, қай жағында? Мысалы, қолдану деген тіл саясатына байланысты бүкіл қоғамда қолданылу ғой. Зерттелуі ол түсінікті, оқытылуы да бар, мектепте оқытылуы, жоғарғы оқу орнында оқытылуы деген сияқты. Осының бәрінің ішінде жүргеннен кейін баяғыда грамматика бөлімінде басқардың, үлкен грамматика бөлімін. Осы жердің қайсысында бір олқылық бар деп ойлайсың? Үшеуінде де олқылық бар. Шетінен бастайық. Ең алдымен оқытылуын айтатын болсақ, Ахмет Байтұрсынов ұстанымдары оқытуда ескеріліп жатқан жоқ. Сол оқу құралынан бастап тіл құралына дейін әдебиеттану қышын біреу де ескеріліп жатқан жоқ. Біздер жалпы Ахмет Байтұрсынов осылай зерттеді, осылай деп айтты, 15-ке бөлді, 10-ға бөлді деп айтқанымызбен, ар жағында сол ұстанымдарды сыналап кіргізуіміз керек қой. Ол жағынан біздер мүлдем ескеріп жатқан жоқпыз. Яғни оқу құралының өзінде өзі Ахмет Байтұрсынов оқу құралы сол кезде үлгі болған ғой. Қырғыздар Ишан-әл Арабаев өздерінің әліппесін шығарған кезде біздің Байтұрсынов оқу құралын негізге алған. Сонда оқу құралында Байтұрсынның кереметі арызы деп бастайды. Яғни оқуға, жазуға, сосын оны үйретеді. Сосын бір сермеп қол шаршамайтын нәрселерді бірінші үйретеді. Бірінші ескеретіні, екінші ескеретіні оқысана сөзге жиі кездесуіне қарай, содан сөз құралатындай, сөз тіркесі құралатындай, сөйлем құралатындай. Бастапқы сабағындағы сол 4 тәртіпті үйретеді. Сөз тіркесінде құрайды балалар, сөйлемде құрайды. Мысалы, ар, ара, араз, зар, ораз, ораз, аз, ораз, орар деген сияқты. А бізде қазір әліппе құрастыруда оны ескеріп жатқан жоқ. Яғни сөздердің дыбыстардың тіркесімділігі, осы дыбыстар тіркескен кезде қаншалық сөздер көбірек шығады, қаншалық сөйлем ғой. Бала, себебі кішкентай бала ғой. Ол бала кішкентай кезінде неғұрлым ісінің нәтижесін көрсе, соғұрлым ол мотивация болады. Соғұрлым ол қуанады, соғұрлым құштарлығы асады дегендей. Телжан Шонағұлов мынау ақаңның әліппесімен мынау дамуы орташа бала 4 аптада хаттанып кетеді дейді. Соны біле тұра, және оның ұлттық әліппе екенін біле тұра, оны неге бүгінгі өмірге неге енгізбей жатқанымыздың себебін айтып жіберші. Жалпы себебі не? Байтұрсынның әліппесі болу үшін Байтұрсынның ұстанымдарын басшылық қалу керек. Негізгі бірақ ол тек қана әліппе деген атау қайтарылды, бірақ ішіндегі мазмұны, мәні сол бұрынғыша қалды. Ештеңе өзгерген жоқ. Әйтпесе шынында да ақаңның әліппесінде, жаңағы тіл құралында, ол жерде 2-3 әріптен кейін бала сөз құрап, сөйлем құрап кетеді. Ораз, жаз, дыбыспен жаттығу болады. Сосын дыбыспен жаттығудың нәтижесінде жаңаларды үйреткенде балалар бірден алып кетеді. Бізде енді оқуға дейін, әліппеге дейінгі әріптер ол әрине дұрыс, бірақ енді ары қарай дамытуымыз керек қой соны. Әріптердің ретіне байланысты осының бәрін ескеру керек. Балаға жыны үйреткенде, жыны жазу үшін бала шаршап қалады қолы. Байтұрсынов оның бәрін ескерген, керемет ескерген. Баланың қолы шаршамау, баланың көзі шаршамау. Сосын мысалы р мен з төте жазуда ғой енді. Р мен з-ның ол кездегі айырмашылығы және мына Байтұрсынның өзінің ұстаным мақалаларында, сол әдістемеге қатысты мақалаларында жазады. Балаға үйреткен кезде оқу қайсы, ойыны қайсы бала жата алмай қалу керек дейді. Анау р-ны үйреткен кезде қарасаңыз, р-да Байтұрсынның иттің суретін береді. Яғни ит ырылдайды ғой. Ыр деп жүріп, ана жердегі бала біреуінің тілі ырға келеді, біреуінің тілі келмейді, сөйтіп ойнап жүріп үйреніп кетеді. Одан кейін араны береді. Ара ызылдайды ғой. Ыз деп сонда жаңа бір жағы ойнатады, бір жағы үйретеді, ал р мен з-ның айырмашылығы үстіндегі ноқатында ғана. Болды. Сонда бала тез үйреніп кетеді, тез қабылдап кетеді. Бұл жағы бізде қазір керемет тәсілді. Мысалы біз ырды бергенде радионың суретін қойып қоямыз ғой. Ана дыбыс шығаратынды қойып, ара мен итті қойып тұр, басқаша тәсіл ғой ақын. Әрине. Сосын Байтұрсынның тағы бір керемет мақаласы Баулу мектебі деген мақаласы.
сонда айтады әдістемеге қатысты. иә, әдістемеге қатысты. Сол жерде Байтұрсынов айтады, мысық тышқанды ұстап келгеннен кейін бірден өлтіре салмайды дейді. Оны өзінің кішкентай несі марғауына береді де, анау әбден оны тышқанды ұстаудың әдісін үйретеді дейді. Сол сияқты қасқыр өзінің бөлтірігіне әкелген кезде білден өлтіре салмайды, ол ана бөлтірігін баулайды дейді. Сол сияқты біздер ана балаларды солай баулып үйретуіміз керек дейді. А бізде қазір баулып үйретіп жатқан жоқпыз, біз тек жаттату ғой болды. Ағаңның енді үш жаңағы сөз жүйесі, сөйлем жүйесі, дыбыс жүйесі. Зерттелуін нелерін айтып қоямын? Жоқ, қазір айтамыз. Сол үшеуін, ол енді бастауыш 4 жылдық мектепке арналған ғой басында. Соны қалай бүгін мынау 11-ші сынып қазақ тілі өзі сағат бөліну жағынан кенде емес. Жаңа әліппеден бастап ана тілі, қазақ тілі деп 11-ші сыныпқа дейін бар сағат бөлініп тұр. 1040 сағат па сондай оқиды екен қазақ тілін. Соны қалай бірінші әліппеден жаңа сауат ашудан бастап ана 11-ші сыныпқа дейін қалай бөліп орналастыруға болады 11-ші сыныпқа дейін? Ағаңдың ұстанымын ескере отырып. Өте дұрыс айтып отырсыз. Қазір қазақ тіліне сағат бөлу жағынан да, ақша бөлу жағынан да кенде емес. Кенде емес. Бірақ сол сағат қайда кетіп жатыр, ақша қайда кетіп жатыр мәселе сонда болып тұр. Сағат бөлу жағынан келгенде бізде қазір қазақ тілі оқулықтарын қарайтын болсақ, ол жерде қазақ тілі материал жоқ. Ол жерде қазақ тілдің нормасын үйрететін деген нәрсе жоқ. Ол жерде хобби бар, ол жерде сән талғам бар, ол жерде география бар, ол жерде астрономия бар, әлемнің 7 кереметі бар. Айналайын Көкетай, біріншіден қазақ мектебіне баратын бала тарихтан да, географиядан да жауаптың бәрін қазақша береді ғой. Ендеше қазақ тілінде соны қайталатудың не қажеті бар? Барлық пән қазақ тілінде дұрыс ойын жеткізуге қызмет ету керек. Ол тарихта, ол географияда, астрономияда, барлығы да. Ал енді қазақ тілінде қазақ тілінің нормасы үйретілу керек. Байтұрсыновтың оқулықтарында теория бар, теориямен бірге соның нормасы бар. Мысалы, бәрі дегеннің көпше түрі бар, жекеше түрі жоқ дейді. Біздер қазір барлық тар деп қосамыз. Не үшін? Анан біз ларлерді жаттап алғанбыз, ол көптік қосымшасы, сондықтан көп адамды қамту үшін ларлерді қосуымыз керек деп ойлаймыз. Көбісі қазақ тілі ол физика сияқты, ол математика сияқты нақты ғылымдарға жатады. Физикада аттас зарядтар бір-бірін тебеді. Сондықтан көп дегеннен кейін тәуелдік жалғауы ма? Тәуелдік жалғауынан кейін қайтадан келіп тәуелдік жалғауы жалғанбайды, ол аттас зарядтар бір-бірін тебеді. Қазір біздің 2013 жылы шыққан соңғы орфографиялық сөздіктің өзінде отбасысы, елбасысы деп қойған. Көке, менің отбасым, сенің отбасың, оның отбасы. Оның отбасы дегенде әу баста тәуелдік жалғау тұрғаннан кейін, ол өзінен кейін қайтадан үшінші жақ тәуелдік жалғауын қоспайды. Ол тебет аттас зарядтарды. Бізде осы нәрселер әрине сағат бөлу бар, бірақ Байтұрсын еңбектерінде қалай? Жаңа бізде қазір бір қате түсінік бар. Тіл құрал дыбыс жүйесімен түрлері, сөз жүйесімен түрлері, сөйлем жүйесімен түрлері, біреу біткеннен кейін екіншісіне кіріскен екен деп олай емес. Байтұрсынды үшеуі де бір жылда оқытыла береді. Бірақ Байтұрсын айтады, бірінші жылда мына жерден мына жерге дейін оқытыңдар, екінші жылда мына жерге дейін оқытыңдар деп Байтұрсын ұсыныс беріп отырады. Ал қазір сол өте дұрыс айтып отырсыз. Байтұрсынның бастауыш мектептің балаларына үйреткен нәрсесін біз қазір университеттің балаларына түсіндіре алмай жатырмыз ғой. Байтұрсын көп нәрсені өте қарапайым деңгейде түсіндіріп қойған. Қазақ тілінің нысаны қазақ тілі болу керек. Бізде қазақ тілінің нысаны география, тарих, астрономия бәрі, бірақ қазақ тілі емес. Мен оны мен де айтып жүрмін, мен өз мектеп оқулықтарының авторымын. Мен де айтып жүрмін, мысалы, пәннің өзінің мазмұны ол жаңағы лексикалық тақырыптар емес, жаңа өзің айтқандай. Оны қазір жаңа стандарт енгізді, анан алып тастап адам, құқық, бір бәле деген стандарттар енгізді да, енді лексикалық тақырыптарды соған ауыстырып жіберді. Сонда біздің бағдарлама жасайтын, қазақ тілінің бағдарлама жасайтын адамдары, мамандары, оның пәннің мазмұны болады, білім мазмұны. Соны түсінбей тұр ғой. Ананы білім мазмұны деп беріп, соны оқытып, сол мәтінді біліңдер, соның мазмұнын айтыңдар, ішіне негіз қойып табыңдар деп сөйтіп кетті ғой. Бұл жерде енді айтатын нәрсе. Ауыстырды, бірақ ауыстырғанда басқа адам деген басқа лексикалық тақырыптарға ауыстырды. Жалпы грамматиканы қалай, мына бұрын біз оқыдық қой. 5-ші сыныпта сөз таптары, одан кейін 6-шы сыныпта морфология, сөйтіп синтаксисті жоғарылау сыныпта барып оқыды. Жаңа сенің бір сөзің қатты ұнады, мен оны осы жерде біліп отырмын өзіңнен. Мысалы, сөз жүйесі, дыбыс жүйесі, сөз жүйесі, сөйлем жүйесі дегенде оны бәрін бірінші сыныпта оқытқан жоқ деп айтасың ғой. Оны бәрін қатар оқытады. Өйткені ол сөйлеу норманың бәрі сол жерде тұр, оны сөйлеу үшін аның бәрі керек қой.
Бізде біздің қателік мынау болып тұр ғой. Пунктуацияны 9-шы сыныпта оқытады, оған дейін пунктуация қолданылмай ма сонда? Ол күнде керек емес па? Бірінші сыныптан бастап керек емес па? Солай емес па? Енді осы грамматикалық материалды қалай беруге болады? Қалай? Мысалы, 5-ші сыныптан алайықшы, бастауышты қоя тұрып. 5-ші сыныпта қандай грамматика материал берілу керек? 6-шы, 7-ші, 11-ші сыныпқа дейін қалай берілу керек дегенде? Менің өзімнің пікірім жеке зерттеуші ретінде. Бұрын бізде лексика, фонетика, морфология сөйтіп келді ғой. Солай беру керек. Солай берілу керек. Байтұрсыновтың сөз жүйесі мен түрлері, дыбыс жүйесі мен түрлері дегенде, ол жерде ол кісі тек қана сөйлемді ғана айтып қоймайды. Аралас бәрі де. Байланыс бар. Жоқ, беру керек болғанда 5-ші сыныпқа морфология, синтаксис бәрін 90-90-мен беру керек па? Қалай беру керек деп айтып отырмын ғой. Әр тарауды жеке-жеке, әр саланы. Мысалы, лексиканы түбегейлі бітіріп, сосын фонетика, морфология. Бізде қазір спираль әдісі деген шығарып алды, шиыршық әдісі деген шығарып алды да, тақырыпты келсін келмесін бөліп тастайды да. Бала деген кешегі айтылған нәрсені бүгін ұмытып қалады ғой бала. Бала түгіл өзіміз ұмытып қаламыз ғой. Кейбір тақырыптар бөлуге болады, кейбір тақырыптар бөлуге келмейді. Сонда барлық тақырыпты бөліп тастағаннан біз ештеңе ұмытпаймыз. Балаға білім бірізділікпен беру керек. Бұрын өзі әдістемеде сондай ұстаным болды ғой. Жүйелік, бірізділік дегендей. Қазір бізде оның барлығы сатылай дамып, оның барлығы қазір қалып қалды. Біздің қазір мына лексикалық тақырыпта басшылық қалып жүргеніміз, ол 20-ші ғасырдың басында ол болды, бірақ ол орыс мектебіне арналған оқулықтарда болды. Мысалы, Қошке Кемеңгерұлының Жаурыпалықтарға арналған оқу құралы болды. Мысалы, сол Қошке Кемеңгерұлының оқу құралында, Жаурыпалықтарға арналған оқу құралында, бірінші кітабының соңында әліппелі тілмаш дейді, алфавитный словарь, онда әрбір сөздің баламасы көрсетіледі. Ал екінші кітаптың соңында постатейный словарь дейді, ол мақалалы тілмаш, ол жерде тұтас выражение дейміз ғой, тұрақты тіркестер, солардың мағыналасын көрсетеді. А бізде қазір тұрақты сөз тіркестердің мағыналарын үйрету деген атымен жоқ. Ореке, түсінікті. Бұлай болып тұр. Лексикалық тақырып, жаңа топиктер, мысалы ағылшын тілін үйреткенде топиктер беріледі ғой, бір тақырыптар сөйлеу үшін. Ол орыс мектебіне қалсын, ал қазақ мектебі кәдімгі грамматикалық нормаларды үйрету керек, сондай пікірдесің. Тілдің жүйесін үйрету керек. Өйткені осы оқулық жасау бойынша тілшілердің өзінде әртүрлі көзқарас бар. Жаңағы біреулер айтады, ол орыс мектебі болсын, қазақ мектебі болсын, жаңағы мәтін бірінші тұрады. Жоқ, мәтінді мүлдем алып тастау керек демейміз. Бастау нүктеміз қазақ мектебіндегі қазақ тілінің бастау нүктесі грамматика, тілдің жүйесі. Сосын кейін сол грамматиканың норманы сіңіру үшін артынан лексикалық материал беріледі. Құндылықтарымызға негізделген. Бұрынғы біздің кезіміздегі оқығандағы тәсіл ғой негізі, соған жақындау тәсіл. Алдыңғы жылдар жаңа өзіңіз айтып отқан Аймағамбетов министр болып тұрған кезде бізді бәріміз шақырды. Бағдарламаны қайта жазайық, бағдарламаны өзгеріс енгізейік деп. Біз шыны керек бөркімізді аспанға атып жетіп бардық. Соны бізді 2 апта ма, 1 айға жоқ шығармай еш жерге бір концлагерьге түскендей болдық, шығармай сол жерде отырдық. Сонда не бітірдік дейсіз ғой. Бізге бір Австралиядан бір тақырбас бір нені алып кепті, бастауыш мектептің мұғалімін алып келген, сол көкесін тандырман жерде лекция оқыды. Ана жер зал деген шыжып кеткен, мыжып кеткен, шыдап отырдық қара тер болып. Сонда анау ағылшынша сөйлейді, сосын оны біреу орысша аударады, біреу қазақша аударады. Кейде орысша аударғаны қазақша аударғанмен екеуінің аудармалары сәйкес келмейді. Мейлі не болса да деп көніп бәріне төзіп отырдық. Айтқан дым жоқ. Мына Кембриджден келген әдістеме арқылы мына жетілдірілген, жаңартылған бағдарлама бойынша оқылып жатыр. Бірақ балалар қазір диктант жаза алмайды. Балалар өзінің ойын жеткізе алмайды. Балалар 0. Енді орысша айтқанда ниже плинтусы. Соның нәтижесін көріп отырмыз. Неге енді біз бұны тоқтатып жаңа жүйеге көшпейміз? Шынымен ұлтқа жаның аши ма? Байтұрсынов айтады ғой, сөзі құрыған ұлттың өзі жоғалады деп. Тілді жоғалтудан басқа нәрсе көріп тұрған жоқ мен шыны керек. Сондықтан қазақ тіліне жаны аши ма? Географияның нысаны қазақ тілінің нысаны тіл болу керек. Тілдің жүйесі. Тілдің жүйесін түсінбейінше, тілді түсінген адам ол ұлтты түсінеді. Ұлттың кім екенін түсінеді. А бізде ол жағынан ақсап тұрмыз. Өзіміздің қазаққа өзіміздің қазақ тілін түсіндіре алмай жүрміз, бұл деген масқара. Жоғарғы оқу орындарындағы филология факультеттерінде өзің сабақ беріп жүрген осы мына біздің қыздарға, шәкірттерге ол жердегі қазақ тілінің мақсаты, пәннің мақсаты сол тіл туралы, или соның бір саласы туралы ғылыми теориялық білім беру, Ал мектептегі қазақ тілінің мақсаты, пәннің мақсаты не? Сол жүйені түсіндіріп беру ғой. Университетке келген кезде біз сол балалардың алған білімінің негізінде ары қарай ғылыми деңгейге жалғастыруымыз керек. Бірақ біздер амал жоқ
қазіргі балалар мысалы етістің түрлерін ажырата алмайды. Себебі етісті әр жерде бір шашып берген, шылауда ажырата алмайды. Қазіргі бағдарламада шашылып жатыр ол. Бұлар былай қарайды, Ореке, мысалы 200 мың бала бітіреді, шамамен 200 мың бала бітірсе, соның 0,004% ма бір ол филология факультетіне түседі, қалғандары олар басқа мамандыққа кетеді, оларға септеу не керек, жіктеу не керек деп ойлайды, солай ойлайды. Оның сөйлеудің нормаға бағынатынын білмейді, әйтеуір сөйлесе болды дейді. Вот осы жағынан бір кемшілік бар. Өте дұрыс айтасыз. Ол кез келген инженер болсын, президент болсын, ойын дұрыс жеткізу керек қой, жүйелі жеткізу керек. Ал ол үшін тілдің жүйесін білу керек. Онсыз дымда болмайды. Енді мына орыстар былай істейді екен, зерттелуін айтайықшы. Мысалы, орыстар жыл сайын өзі бір академиялық грамматика шығарып отырады. Өйткені 10 жылда тіл енді қатты өзгеріп кетпесе де, ғылым белгілі бір деңгейде дамиды да, сол даму биігінен ана өзінің тілдік жүйесін, сатыларын, деңгейлерін бәрі бір қарастырып, бір реттеп қояды. Бізде академиялық грамматика деген шықпағалы талай жыл болды. Осы тілді нормалау, оның бәрі жаңағы неге байланысты ғой, мына емле болсын, жаңа өзің айтқан норманың бәрі осы деңгейлік грамматиканы, дәстүрлі грамматиканы қайта қарап отыруға байланысты ғой. Сол жағынан не істеліп жатыр? Біз өзің грамматика бөлімін басқардың, өзіңіз де басқардыңыз. Мен 2007-ге дейін басқардым ғой. Мен 7-тен 20-ға дейін басқардым. Ол кезде мысалы біз академиялық грамматика шығардық 2002 жылы. Сендер функционалды грамматикадан біраз шығардыңдар. Қазір грамматика бөлімі не істеп жатыр енді? 5 жыл болды ма? Бар ма өзі грамматика бөлімі? Шынын айту керек, грамматика бөлімінде грамматист маман тапшы. Ол біздің заманымызда да өзіміз бөлім меңгерушісі болып отқанда осы мәселені бірінші рет көтеретінбіз. Себебі грамматиканың өзі іште екіге бөлінеді, морфология, синтаксис, осы саланың мамандары тапшы. Бізде қазір морфологияның шыны керек керемет сонымен, тек қана сонымен айналысып жүрген ғалымдар жоқтың қасы. Себебі қазір мына жаңа парадигма, жаңа бағыт деді, көбі жаңағындай когнитивті аспекті сол жаққа қарай кетіп қалды. Әрине ғылымның жаңа бағыттарымен айналысқан дұрыс, бірақ шет тілдерде немесе орыс тіл білімінде олар біз құрылымдық грамматиканы мынау тілдің жүйесін анықтап болдық. Біз енді жаңа бағыттарға көшуіміз керек. Осы тіл не үшін қызмет етеді, қалай қызмет етеді, сол жағын қарауымыз керек деді. Соларға ілестікте біз де сөйтіп жүрміз. Ал шын мәніне келгенде біз өзіміз қазақ тілінде біз тілдің жүйесін дұрыстап алдық па? Біз 30 жылға дейін 29 Байтұрсынның тіл құралдарының еңбектерінің нәтижесінде біз көп нәрсені дұрыстағанбыз. Бізде ол кезде жай ғана грамматика болған жоқ, тілдің жүйесінен бөлек біз ол жерде когнитивный лингвистикада болды, функционалды лингвистика, коммуниканың бәрі болды. Кейін 29-дан бастап бізде Байтұрсынның еңбектеріне бәріне тыйым салынғаннан кейін орыс тілінде қалай болса солай кетті. Байтұрсынның еңбектерінде райдың 15 түрін көрсетеді, ал біз 30 жылдардан бастап 4-еу дедік. Оны қайдан алдық? Орыстардан алдық. Апаның шынымды айтсам, қазір мен грамматика шықпай тұра дұрыс екен деп жүрмін. Себебі қазір грамматика шығатын болса, онымен айналысып жатқан нақты ғалымда жоқ, онда быт-шыт болады ол грамматика. Мен тіл білімі институты, Ахмет Байтұрсын атындағы тіл білімі институты маған шығарамыз деп жатқан грамматикасын берді. Мен 53 бет ескерту жазып, мына грамматиканы мына күйде шығаруға болмайды деп қарсы жауап бердім. Себебі Байтұрсынның еңбектерін айтады, Байтұрсын 15-ке бөлген райды, етісті 10-ға бөлген деп. Бірақ енді сол жүйені біз негізге алып, сол ұстанымдарды басшылыққа алып, өзіміздің қазіргі грамматикамызды жүйелейік те. Мен қазір райды қайтадан 15-ке бөлек деп отырған жоқпын. Себебі Байтұрсын өзінің көз тірісінде де райды 15-ке бөлген, бір енді бастапқы оқулықтарында бөлді ғой. Бірақ Архангельскіден келген кезде Максим Горький мен Пешкованың арқасында аман-есен босап келеді 34-ші жылы, бірақ әбден ауырып қалады, өзі де Бадрисафа да ауырып қалады. Сонда келгенде Ғабит Мүсірептердің естеліктерінде бар, керемет тіл танытқыш деген кітап алып келеді екен. Қолжазба. Сосын соны өзінің әріптестеріне береді екен. Мына қолжазба менің осы уақытқа дейінгі еңбектерімді бірнеше орап кететін еңбек. Бұны сақтаңдар, менің соңыма түскен, бұлар мені аман қоймайды, бірақ сендер мына кітапты сақтаңдар деп. Байтұрсын негізі онша мақтаншақ адам болмаған. Бірақ Байтұрсынмен екі жерде мақтанғанын байқадым. Бірінші мақтанатыны өзінің төте жазуын айтады. Бүкіл Европа, бүкіл Америка теңдесе алмайды біздің жазуымыз түріктің тұнық тілімен зұйымлес қазақта ғана дейді. Ал екінші мақтанаты өзінің тіл танытқышын. Бірақ біз сол тіл танытқышты таба алмай келе жатырмыз. Ең соңғы айтқан пікірін негізге алу керек. Әрине, солай ғой. Әрине.
Ал енді ақаңда жаңағы евроцентризм деген болған жоқ. Ол өзі орыстың грамматикасын бәрін оқып, ана педагог болу үшін бәрін оқыды ғой. Соның біреуін де алмай, өзі мағынадан, жұмсалымның мағынасынан шығарып тұр ғой. Содан сен өзің бір пікірің бар. Ақаңда жаңада айттың ғой. Ақаңда дәстүрлі құрылымдық грамматиканың ғана емес, жүйелеп қойған, сол жерде жұмсалымнан шыққан мағыналарды да бөліп көрсетеді. Жаңағы нені, райдың, ненің бәрін көбейіп тұрған содан байланысты. Енді бізде сосын кейін ол кісінің жаңағы бір мысалын айта кетейін, ана нені баяншыны шығарады ғой. Сол кезде басында мынандай сөз бар. 15 жыл сабақ бердім, бірақ менің немде бұл жерде қате жоқ деп айта алмаймын. Білетін адамдар пікір айтса, Алла жарылқасын айтамын дейді. Сонда 15 жыл сабақ беріп, әліппені, баяншыны бәрі жазып тұрып, егер дұрыс емес жеріңді көрсетсеңдер, мен соған құп рахмет деп отыр. Қазіргі ғалымдар өйтпейді ғой, монополист болып отыр ғой. Мен білем дейді ғой. Мағжан да өзім педагогикасын жазған кезде кіріспе бөлімінде айтады, мен бұл жерде біраз терминдерді маған қазақшаға аудару өте қиын болды, бірақ менің кейбір кемшіліктерін көрсеткен, мен тек қана Алла разы болсын деп айтамын дейді. Мені қандай керемет. Қазіргілер мен профессормын, болды, менің айтқаныма қарсы келгеннің бәрі халық жауы деп есептейді. Ол енді елдің бәрі отарсызданып алды. 35 жыл болды, ақаңның 30 жылдан кейін біз евроөзекке түсіп алып, жаңағындай орыстың стандартымен, орыс тілінің стандартымен бүкіл грамматиканы оқытып келе жатырмыз. Енді 35 жыл болды, енді оны неге қайтармай жатырмыз? Осыған да үкімет кінәлі емес шығар, енді оған тілшілер кінәлі шығар. Иә, оған өзіміз кінәліміз болғанда жағдай былай ғой. Қазір Ахмет танушы, Алаш танушы ғалымдардың арасында, Ахмет танушы, тек қана Ахмет танушы демей-ақ қойшы, жалпы зерттеушілер арасында. Ол әсіресе Байтұрсынның 150 жылдығында айрықша көзге түсті. Ғалымдар екіге бөлінеді, зерттеушілер екіге бөлінеді. Бәрін бірдей ғалымдар. Тілтанушылар екіге бөліне ме? Ұстанымы жағынан. Иә, ұстаным бойынша. Бір зерттеушілер айтады, Байтұрсынның еңбектері ол ескірді. Біз Байтұрсынның қайтыс болған туғанына 150 жылдығын тойлап жатырмыз. Біз одан бері қарай космосқа ұшып кеттік, біз ғарышты игердік, біз қатырдық, тас қылдық, біздің тіліміз қарқындап дамып кетті, біз керемет, біз компьютер ол кезде болған жоқ, біз қазір компьютерді бәрін меңгеріп алдық, біз дамып кеттік. Сондықтан Байтұрсынның ұстанымдары кезінде сол кез үшін дұрыс шығар, бірақ біз кері қайта алмаймыз, ол регресс болады, ол кері кете алмаймыз, біз қарқын дамыдық, соның арқасында біздер ары қарай тағы да осы адасқан кете беруіміз керек дейді. Ал екінші ұстанымдағы ғалымдар айтады, ол жоқ, Байтұрсынның ұстанымына қайтып оралмайынша біз өзіміздің ұлттық тіліміздің негізгі сипатын дұрыс емес па? Әрине. Сондықтан ол неше ғасыр өтіп кетсін, Байтұрсынның өзінің айтатыны бар, халықтың өмірі 1 жылдап, 10 жылдап, 100 жылдап салынбайды, 1000 жылдап салынады. Сол 1000 жылдап салынған ғұмырында әр халықтың өзінің ұстанымы болады, дағдылы жолы болады. Біз Байтұрсынның қайтыс болғанда 100 жыл әлі болған жоқ. Біз қайда сығамыз? Сондықтан Байтұрсын 29-да ғой, ең соң әлі 29 жыл болған жоқ қой, енді болады 100 жыл. Ал тілдің тарихы үшін, жазудың тарихы үшін, халықтың тарихы үшін 100 жыл деген түк емес. 1000 жыл өткен жоқ қой. Сондықтан біз Байтұрсынның ұстанымына қайтып келетін болсақ, біз өзіміздің шынымен тілімізді түсінеміз жағдайын. Мен Байтұрсынның ұстанымын сол күйінше 15 рай күйінше қайтып келеміз деп айтпаймын. Қазіргі кезде тілдегі, мысалы Байтұрсын райдың 15 түрін көрсетеді. Бірақ соның өзінде де қазіргі кезде бізде жаңадан шыққан құрылымдар бар. Мысалы айту керек, білу қажет дегендер Байтұрсында жоқ. Айтуға тиіс деген нәрселер жоқ, айту мүмкін дегендер Байтұрсында жоқ. Сондай нәрселермен біздер толықтырайық. Ал енді кейбір шығып қалған нәрселер Байтұрсынның өзі жаңа кел сана, бар сана дегендегі айтар ғой, сана деген бұрын тілімізде болған, кейін шығып қалды дейді, оны райдың ішіне кіргізбейді. Сол сияқты Байтұрсынның тілінде бар, бірақ қазіргі кезде қолданылмай жүрген нәрселерді алып тастайық, сөйтіп жаңалайық, бірақ Байтұрсынның ұстанымдарын басшылыққа алайық. Сонда ғана біз өзіміздің тіліміздің жүйесін, нормасын көрсете аламыз. Бұл осы айтқаның көреге неде жақсы көрінді ау? Мынау әліпбиді бекіту кезінде қатты көрінді. Бізде мысалы жаңағы өзің айтқандай осыдан 100 жыл бұрын терминология бойынша да, әліпби бойынша да, ұлттық емле бойынша да бүкіл түркілердің алдында тұрған біз едік. Соны жаңағы 100 жыл тіл үшін түк емес 100 жыл. Баяғы Ларлер, Дардер деген көптік жалғау әлі жоғалған жоқ, сол ақаңның кезіндегідей тұр, септікте солай тұр. Енді қара, соған неге қайта салмаймыз? Оған кім кедергі? Жаңағылар, олардікі дұрыс емес қой енді. Соны мына евроцентризмге түсіп алып, жаңа өзің айтқандай адасып кете бергенше, анаған қайту керек қой, тезірек қайтуымыз керек қой, сол жолында. Енді ол бізде
жекелеген ғалымдар, жекелеген зерттеушілер жазса монография, ол есептелмейді. Ол оқулыққа негіз бола алмайды. Ол үшін қазақ грамматикасы жазылу керек, кәдімгі ұжымдық, соған тоқтадық деген. Бірақ Ахмет Байтұрсын атындағы тіл білімі институты, мысалы, сізді қатыстырған жоқ қой қазақ грамматикасын жазуға. Бізде де қатыстырған жоқ. Сондықтан олар сол бұрынғы жүйедегі нәрсені ары қарай дамытып алып келе жатыр да. Сондай қажет жоқ. Ол жерде ол біреудің бір әулеттің кітабы емес қой. Орфографиялық сөздік неге тек қана тіл білімінен шығара беру керек? Оны а мен қыдаға дейін бір адам, қыдан яға дейін екінші адам емес. Оны біледі, осы түсінеді деген адамның бәрін шақыруымыз керек қой. Орфографиялық сөздікте академик Рабиға Сыдықтың ұстанымдары неге бұрмаланып жатыр, неге өзгертіліп жатыр? Мысалы, Байтұрсыновтың еңбектері неге керемет болды? 1895-тен бастап, жаңа өзіңіз айтқандай, Байтұрсын бірнеше жыл мектепте сабақ беріп, соның нәтижесінде керемет оқулықтар шығарды. Сол сияқты Рабиға апай бірнеше жыл анау Учпезгиз Рауан баспасында бірнеше жыл баспада отырып, бүкіл барлығын қателерін жөндеп, соның негізінде орфографиялық сөздіктер шығарды, тілдік нормаларды шығарды. Қазақ мектебінде оқып, Байтұрсынның ұстанымдарын қазақша үйренгендер Абдолла Байтастың мақаласы. Ол кезде де болған, мектеп қай тілде болу керек деген Абдолла Байтастың мақаласы бар. Сонда айтады, қазақ мектебі болу керек. Қазақ мектебінде оқып, қазақ тілінен уызына қанып сусындап шыққан бала, ол басқа жолға айнымайды дейді. Бізде қазір қазақ тілін, қазір докторанттар кімдер түсіп жатыр? Көбінесе ағылшын тілінің мамандар түсіп жатыр. Ағылшын тілінен нені жақсы алады. Базасы ағылшын. Ағылшын тілінен балды жақсы жинап алады да, сонымен олар түсіп кетеді. Олар ертең қазақ тілдің жүйесін түсінбейді, олар ағылшын тіліне қалай бұрып алып кетеді, датив, матив бірдеңелермен кетеді. Ол қазақ тілдің жүйесіне келмейді. Сондықтан әр тілде универсал нәрсе болады, әмбебап, және ұлттық ерекшелік болады. Мен басқа тілдерде есімдік бар, сондықтан орыс тілінде есімдік пен қазақ тілінде есімдік бірдей деген қате. Орыс тілінде ол жаңа сыпайылық парадигма жоқ. Бізде қазақ тілінде сіз, ол кісі Байтұрсынов сыпайылық парадигмасын толық берген ғой. Біз қазір сыпайылықты тек қана екінші жақпен деп жүрміз. Мен, сен, сіз, ол бір жақпен ғана шектелетін парадигма болмайды. Парадигма болу үшін ол үш жақта жекеше көпше толық болу керек. Бізде қазір қарапайым нәрсенің өзінен біз қателесіп жүрміз. Оған біз қай кезде ораламыз? Ғалымдар ауызбіршілік танытқан кезде, Байтұрсын ұстанымдарын басшылыққа алған кезде, сонда ғана біз дұрыс жол таба аламыз. Ақаңның өзін айтатыны бар ғой, жаңа су тоңса мұз болады, натрий мен хлор қосылып тұз болады. Бұл табиғаттың законы, бұндай закон тілде де бар деп. Яғни біздің ғалымдар тілдің законын танымай тұр ғой. Сол. Мойындамай тұр. Мойындамай тұр? Байтұрсын деп айтады, бірақ Байтұрсынның ұстанымдарын басшылыққа алғысы келіп тұрған жоқ. Академия арнасы. Кириллдің жүйесінде жаңа евроцентризммен тұрған әліпби не сонда қалып, соны жетілдіру керек. Ең басында 91 жыл сондай не осы Кириллдің өзімен ақ жетілдіруге болады. Жаңа емлені алып тастап ана европаланған әріптерді. Екіншісі Ақаңның араб таңбасына қайтып келу керек. Үшіншісі мына жұрт көшіп жатқан латынға көшіп кету керек. Төртіншісі анау түп негізіміз Орхон Енесей таңбаларына Аманқос ағайдың ұстанымы. Тағы біраз ұстаным жігіттер соны айтып жүр. Осының қайсы болашақта қолдайсың? Негізі қолдайсың деп айтайыншы, әйтпесе бір өзгеріс болу керек, енді 42 әріппен жүре бермейді ғой. Бүкіл емлені құртып отыр ғой осы. Орыстың сөзін сол бойы алып. Бізде енді ең алдымен латынға көшуге Ахмет Байтұрсын қарсы болды. Ахмет Байтұрсын ғана емес, сол кездегі Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, өзі сүттің бетіне шыққан Қошке Кемеңгерұлы, сүттің бетіне шыққан қаймақтардың бәрі қарсы болды. Оны латынды жақтағандар негізінен саясатты ұстанды. Телжан Шонанов бар, жаңа Әбдірахман Байділдин, Жүсіпбек Аймауытов жазушы ғой, енді ол тілдің жүйесін онша түсіне қоймады. Сонда әу баста латын жазуына көшеміз деген проблеманы көтерген Мирза Фатали Ахунд, Әзербайжан. Ол әуелі Совет үкіметі құрылмай тұрып, патша үкіметінің тұсында осы мәселені көтереді. Оның көтеретін себебі бастапқыда ол тілмаш болып жүреді, бірақ онша қатты бір қабілетті бола қоймайды. Сонымен Еуропаға барады, Германияға барады. Сонымен ол жаққа барғанда оның әбден миын айналдырып жібереді. Келген кезде, Құдай сақтасын, Рамазан айының соңғы күнінде отырмыз ғой, Алла тағалаға қарсы өте жаман сөздер айтады. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға қарсы өте жаман сөздер айтады. Жаңа кейлер деген сияқты өте жаман. Тіпті анау интернетті ашып көрсеңіздер, атеистические взгляды Мирза Фатали Ахунд десе неше түрлі шығады. Европалықтар неге Мирза Фатали Ахундыны төбесіне көтереді? Ол өзі мұсылмандардың арасынан шығып тұрып, ислам дініне қарсы шыққан адам. Сондықтан олар төбесіне көтереді. Содан ол дінсіз, кәпір, атеист,
сөйтіп ол мынау ислам дінінен тез арада құтылуымыз керек дейді, сол үшін ол латын жазуын іліп шығарады. Латын әліпбиін анда-мында апарады, Константинопольға апарады, бірақ оны ешкім ес-дұрыс-сырым деп қабылдамайды. Ол кезде қоғам бұдан жиренеді. Тіпті оның әйел бала-шағасына дейін одан безіп кетеді. Ол бейшара кейін анда-мында айтып жүріп ақыры өледі. Өлген кезде бүкіл мұсылман қарсы шығады, біз бұны мұсылман қорымына жерлетпейміз дейді. Сонымен ол бейшараны Ботанический бульвардың алдына көмген, сол жерде жатыр. Енді сол идеяны кейін кім Самат Ағамалыұлы дейді, сол Әзірбайжанның қайраткерлері қайтадан алып шығаршы, Нариман Нариманұлы дейді. Солар Ленинге идея айтады. Мына түркі халықтарын отарлаудың, жоқ қылудың ең төте жолы олардың тарихын алып тастау керек. Тарихын алу үшін жазуын ауыстырса болды. Жазуын ауыстыратын болсаңыз, сіз оларды мәңгүрт қыласыз. Екіншіден, олар діннен айырылады. Сонда сіз не айтасыз, бәріне жүреді деп. Әрине Ленин біз баяғыда бізге үйреткендей күн көсем бола алған жоқ, ол неғұрлым тезірек жоқ қылуды, отарлауды көздеді. Сондықтан ол екі аяғын екі қолын көтереді. Содан ол 22 жыл бірден сол Әзірбайжанға ашып береді. Бакудегі съездің Әзірбайжанда болуының да себебі сонда. Себебі Әзірбайжандарға жаңа әліпби комитетін ашып береді. Сосын барлық елге ешқандай талқылауға салынбайды, көшесіңдер дейді болды. 26 жылғы болып жүрген бүкілодақтық конференция, ол өтірік для галочки болған конференция. Түрікшілер құрылтай деген мақаласында Байтұрсын сол туралы өте дұрыс жазады. Сосын Елдес Омаровтың да сол конференцияға қатысқан ғой, Елдес Омаров айтады. Бұл конференцияның қаулы қарары күні бұрын белгілі болып қойған. Олардың басын жинап қосқан, бірақ олардың бәрінде де тапсырма берілген. Қайткен күнде де латын жазуына көшеміз, латынды 109 адам жақтауы содан. Ал енді қазақтарға келгенде, қазақтар оған қарсы болды. Себебі, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, халықтың өмірі 1 жылдап, 10 жылдап, 100 жылдап саналады, 1000 жылдап саналады. Біздің 1000 жылдап саналған ғұмырымызда біз қай әліпбиді қолдандық? Біз араб жазуын қолдандық. Араб жазуында қазіргідей 42 әріппен бықсыған сияқты Байтұрсын заманында араб жазуында басардық әріптер көп болды. Мысалы, оларда бірнеше з бар, бірнеше т бар, бірнеше с бар, тістің арасынан шығатын сақау с бар дегендей. Байтұрсын олардың бәрін алып тастады. Араб жазуында 3 дауысты бар, а, и, у. Және олардың тіліндегі и мен у қазақ тілінде дауысты емес, дауыссыз. Сонда Байтұрсын қазақтың 9 дауысына араб жазуын негізге ала отырып, жаңадан әліп шығарды. Араб жазуында Хамзаны Байтұрсын керемет біздің қазақ тіліне келді, дәйекші қылып алды, жуан мен жеңіл келіп жататын. Соның бәрін реформалап жасады да, сондықтан Байтұрсын бұны біз әлі дейін араб жазуы дейміз. Байтұрсын бұны араб жазуы деген жоқ, қазақ жазуы деді. Ал Яковлевтер, Поливановтар оны Байтұрсын жазуы деді. Және Поливанов өте мықты ғалым болған ғой, репрессияланған. Сол кісі айтады, мына сол 20 жылдардағы мен қазақтардың интеллигенциясына ерекше риза боламын дейді. Олар латын жазуына қарсы болды. Әзірбайжандар, өзбектер бірден көшіп кетті. Оларда жазуын реформалауға шамасы келетін ғалым шықпады. Ал қазақтарда шықты, қазақтардың соңынан татарлар ілесті. Бірақ қазақтардың әліпбиі әлде қайта мықты. Қазақтар бұл әліпбиді мақтан етуіне болады деп. Біз мақтан етіп жүрген жоқпыз. Сол 1926 жылы Бакуде сөйлеген сөзінде Байтұрсын соншама шырылдайды, және сол Бакудегі съезде өздері бәрі мойындайды, Байтұрсын жазуы керемет дейді. Ең керемет жазу Байтұрсын жазуы. Бірақ түркілерді ұшпаққа шығарайын деп отқан ешкім жоқ, сондықтан олар Әзірбайжан жазуына көшесіңдер, соларды үлгіге аласыңдар дейді. Біз қазір орыс жазуында отырмыз. Мен қазір шыны керек бірден төте жазуға көшіп кетейік деп айта алмаймын. Төте жазуды мектептен бастап үйрету керек балаларға. Біздің Байтұрсынның айтып отқан Ғабит Мүсіреповтің естеліктеріндегі айтылған кітабы қай кезде табылады? Егер қазақтардың бәрі төте жазуды білетін болса, сол кезде біреудің үйінде болмаса, біреудің үйінде жаңа кітап тұруы мүмкін. Бірақ оны ол әліпті таяқ деп білмегендіктен, оны Құран деп жүруі мүмкін. Сонда ғана табылады ол кітаптарымыз. Сонда ғана біздің бүкіл мұрамыз табылады. Ал сонда біз, Байтұрсын айтады, ең болмағанда орыс жазуына көшейік. Біз қазір орыс жазуында отырмыз. Ең керемет жазу әрине төте жазу. Бірақ біз оған әзірше көше алмаймыз. Оған көшетін болсақ, біз сауатсыз боламыз, компьютердің бәрі кетіп қалады. Біз ең болмағанда қазір осы жазуымызды реформалап алсақ, ю, я, мягкий знак, твердый знак бәрін алып тастап, Байтұрсынның ұстанымдарын негізге ала отырып, барлығын дұрыстап таңбаласақ, соның негізінде ары қарай бірте мектептен бастап төте жазуды оқытатын болсақ, бірте ең керемет жазу әрине өзіміздің Байтұрсындың қазақша жазуы. Ал көне түркінің жазуына көшуге мен қарсымын, себебі ол компьютерға бейімделмеген, онымен ететін болсақ, ал төте жазуды Қытайдан келген қазақтар керемет бейімдеп алып отыр. Төте жазудың бір кереметі, онда бас әріп, кіші әріп, таспа, баспа деген жоқ қой. Сондықтан мына жақтан шығарған нәрсені екінші жақтан сканерлеген сияқты оп-оңай сол күйінше шығара беруге болады. Баспасы мен жазбасының айырмашылығы жоқ. Және ол үйретуге де жеңіл, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, үйретуге де жеңіл, оқытуға да жеңіл. Сол латынға көшеміз бе, көшпейміз бе дегенде қатарынан бірнеше мұғалім қатарынан оқытып көреді. Сонда еңбекші қазақтың сол кездегі газетін қарасаңыз,
бірнеше барлық балалардың нәтижесінде айтады, төте жазу әлдеқайда оқуға жеңіл дейді. Ал сонда біз мыңжылдық тарихымыздан айырылып қалдық. Мысалы қазір біздер орысты, Пушкинді, Лермонтовты, Толстойды бәрін түпнұсқадан оқи аламыз, Чеховтарын. Біз керек болатын болса, старославянский языкті оқи аламыз, слово полку Игоря түпнұсқадан оқи аламыз. Ал өзіміздің Байтұрсынды оқи алмай отырмыз. Бұндай пікірді баяғыда осы 91 жылы латынға ауысамыз деп Әбдуәли Қайдаров академик көтерген кезде қарсы шыққан осы жазумен-ақ бола берейік дегеннің бірі Рәбиға апай. Иә. Әбілқасым ағай да қарсы шықты, Бабашев. Сосын кейін Есенов ағай қарсы болды. Осы жазумен-ақ соған келе жатыр енді. Бірақ енді түрік дүниесі қырғыз екеумізден басқамыздың барлығы ауысып кетті латынға. Өткенде Бакуге 100 жылдығына барып келгенде бәрі сол латынды мақтап, ортақ жазу, сендер қашан тартыласыңдар дейді. Қырғыздың ғалымы Қоңқабаевқа айтсам, біз үйреніп қалғанбыз, бірінші сендер жасаңдар, сосын кейін сендердің арттарынан жүреміз дейді. Ана баяғыда Арабаев келіп ұстазды алып кетеді ғой. Арабаев Алашты ұстазым деп санаған ғой, солардан кейін жасаған ғой. Ана қазақ-қырғыз білімпаздар съезіне бірге қатысады ғой. Иә, бірге қатысады. Бұл жерде бір айтатын нәрсе, бізде қазір латын жазуына көшсек, оны бір фантастика көреді да, латын жазуына көшсек, біздің бірден рухани жаңғырып кететін сияқтымыз да, бірден өзгеріп, ол мүмкін емес қой. Жазуға көшкенде біз қайтадан төмпештелеміз. Екіншіден, 70 жыл бойына біздер бәріміз орыс жазуында болдық, иә? Әзербайжанның да, орыстың да, неңде басқа бәрі де. Бірақ біз бір-біріміз оққан жоқпыз ғой. 70 жыл бойына оққан жоқпыз. Ал латын жазуына көшкеннен кейін біз оқимыз ба? Оқымаймыз ба? Оқымаймыз. Оны Ахаң баяғыда айтып кетті ғой, біз бұтақталып кеткен елдеріміз. Баяғыда түбіміз бір болғанмен бұтақталып, өзгеленіп, басқаланып кеткенбіз деген ғой. Сосын сол кезде мына латын жазуына бастапқыда айтады, орыстар да көшеді, бәрі де көшеді деп. Бірақ орыстар көшпейді, грузиндер көшпейді. Себебі Ленин орыс болды, Сталин грузин болды. Өзінің, егер ол сол латын жазуына көшіру керемет нәрсе болса, олар бірінші кезекте орыстар мен грузиндерді көшіреді. Оларды көшірген жоқ. Олар өзінің ұлттық дүниясын сақтап қалды, мол мұрасын сақтап қалды. Ал біз қазір мәңгүрт болып отырмыз, ажырап қалдық. Иә, 4 жазумен. Енді мынау өзі өте дұрыс айтып отырмыз. Біреудің монографиясы болса, біреудің жеке көзқарасы болса, ғылымда өзінде жеке көзқарас болады, оған біздің ешқашан тиіскен жоқпыз, тиіспейміз де. Ал енді ортақ академиялық грамматика болса, ортақ емле болса, ортақ оқулық болса, бүкіл неге бәрімізге қажетті. Соны өзі тығып жасап жатса, оған шыдамауымыз керек. Әрине. Соның бірі мынау емле ережелері, орфографиялық емле ережелерге өзің бастап бір монография жаздық, Баянқұл Қалиева қайда жазды. Осы неден шығып жатыр? Жаңағындай норма деген біреу-ақ қой, жаңағы заңға сүйеніп жазылса, ешкім мынау олай болады, бұлай болады деп айтпау керек қой. Ол келісетін нәрсе емес қой, бұл тілдің заңына, дыбыстық заңына салып жазылу керек қой. Осы мәселе туралы айтайықшы. Неге бізде ала-құла әлі? Бізде қазір ең үлкен ала-құлалық бірге бөлек жазуға байланысты болып тұр. Бірге бөлек, мысалы, орфографиялық сөздікті сараптап қарап шықты ғой, кезінде кітап жазатын кезде. Сол кезде бір сөз, біресе дефиспен жазылады, біресе бірге жазылады, біресе бөлек жазылады. Бұл бір жекелеген адамдардың ұстанымы бүкіл сөздікке түспеу керек қой. Ол жаңа өзіңіз өте дұрыс айтып отырсыз. Ол ұстаным мақұл, жақсы, бірақ ол тәжірибеден өткен жоқ. Халық тіпті сол орфографиялық сөздікті құрастырушылардың өздері соны қабылдай алмай отыр ғой. Әйтпесе барлық жерде біркелкі жазар еді ғой. Орфографиялық сөздік ол дұрыс жазудың сөздігі болу керек қой. Бірақ бізде ол жерде қате көп. Мысалы, бизнес-класс деген болады, қонақ үйлерде болады, бизнес-класс ұшақтарда болады дегенде, олар бизнес-класстың қазақшасын бизнес-сынып деп қойған. Бизнес-сынып деген жоқ қой мүлдем. Немесе цветная капуста деген бар, ол енді француздар нелерін кіргенде, орыстар цветная капуста деп барған, шын мәнінде цветочная капуста ғой. Цветная капуста ол түсі ақ қой, жапырақты жасыл, өзінің түсі ақ, ол бірақ бутон сияқты ажыратылады да, пісірген кезде ажыратылады. Гүлдейтін капуста ғой, гүлдей сияқты. Сонда соны түсті қырыққабат деп қойған ғой. Ол енді түсті емес қой, ол бір ғана түс, ол гүлді қырыққабат қой енді. Сондай нәрселер толып жүр, қате толып жүр, өріп жүр қате. Бір сөз біресе бірге жазылады, біресе бөлек жазылады. Мысалы, бұл жерде емлеге қатысты менің шырылдап ой беретінім, ол менің өзім ұстазым болғаннан кейін, диссертациям жетекшім болғаннан кейін емес. Академик Рабиға Сыдық осы академияға, ғылым академиясына келгенге дейін сол Учпезгиз Раозым баспасында
ол өзі неде 51 жылы аспирантураның бәрін бітіріп Абай университеті мен Қыздар университетінде сабақ беріп жүрген жерінен 51 жылы не болады ғой, жаңа халық жауларын қуғындау, Бекмахановтар ұсталып, Жұмалиевтер ұсталып дегендей. Сол кезде бұл кісі де халық жауының қызы ретінде екі жақтағы жұмыстан шығып қалады. Сонда қайда барарын білмей біраз уақыт жүріп қалған кезде біреулер айтады, Әбу Сәрсенбаев деген бір кісі бар, өзі соғысқа қатысып келген, ол сен партиядасың ба жоқсың ба, сен жаңа кімнің қызысың, оған қарамайды, ең бастысы жұмысыңа тындырымды болсаң болды, сол жұмысқа алуы мүмкін деп. Сонымен сол Әбу Сәрсенбаевқа барған кезде ол кісі жұмысқа алады. Сонда басында корректор болып келеді, қателерін жөндеп отырады, бүкіл оқулықтардың бәрін. Сосын сол редактор болады, бөлімнің меңгерушісі болады. Сонда тіпті Рабиға апайдың жұмысына мықтылығы соншалық, кейбіреулер әдейі апайды шошытуысын айтады екен. Сенің ана бір кітабыңнан қате тауып алыпты десе, апай не может быть деп айтады екен. Сонда енді ойлап қараңыз, не может быть деп. Қазір мысалы біз өзіміздің кітабымыздан қате кетіп қалса, мүмкін дейміз ғой енді. Ол кісі сонда не может быть, сен ананы әбден қараған болып тұр ғой. Өзіне сенімді. Бүкіл шегесіне дейміз, өзіне сенімді. Сонда сол практикада отырып, неше жыл бойына практикада отырып, соның негізінде тіл білімесіне келген кезде орфографияның бәрін қолға алады. Емле және тыныс белгілері бар, орфографиялық сөздіктері бар. Сонда Рабиға апайда бірге жазудың, бөлек жазудың өзінің заңдылықтары бар. Мысалы, анықтауышты қатынастағы нәрселер бірге жазылмайды дейді. Мысалы, қазір кір сабын, иіс сабын дегендер, немесе кей, әр, әлде, бір деген сияқты сөздер есімдіктермен тіркесте бірге жазылады, басқа сөз таптармен жазылса, тіркесте бөлек жазылады. Ал қазір біз әртүрлі дегенді бірге жазып жібердік. Бірақ мен айтам, әртүрлі неге бірге жазыңдар десе, олар айтады, әртүрлі деген бір мағына береді, разный дегенді білдіреді. Онда санаулы, онда неге бірге жазбайсыңдар? Сан түрліні неге бірге жазбайсыңдар? Алуан түрліні неге бірге жазбайсыңдар? Бәрі де разный дегенді білдіреді ғой. Қазір мына Рабиға апайдың еңбектеріндегі жаңа нені бір дегенді біріктіріп жіберді. Бір тұтам, бір жұтым, бір салым. Бір жұтым дегенді бірге жазасың, екі жұтымды бөлек жазасың. Неге? Бірде екіде санесің ғой. Сонда осы жағына келген, мысалы, Рабиға апай айтады, анау изофет тіркестер бірге жазылмайды дейді. Мысалы, Алматы қаласы дейтін болсақ бірге, қазір ауыл шаруашылық дегенді бірге жазып жіберді. Ауыл шаруашылығы ғой. Енді ауыл шаруашылық министрі дегенде Құралаймен сөйлескен кезде Құралай айтады, ол ана үшінші сөз тіркескен кезде ана екеуі жұмдасып кетеді. Дұрыс айтады, жұмдасып кетеді, бір интонацияға пайда болады. Ауыл шаруашылығы болмайды, ауыл шаруашылық болады. Бірақ бөлек жазылу керек қой. Ауыл шаруашылық министрлігі болу керек қой. Ауыл шаруашылық мен айтам, онда тіл білімі дегенді біздер изофет тіркес бөлек жазамыз. Тіл білімі институты дегенде онда тіл білімі дегенді біріктіріп жіберіңдер онда. Не болды сонда? Сонда біз бір жерде сақтаймыз, бір жерде сақтамаймыз, не болды? Сондықтан бұл жерде шаруашылық дегенді біріктіру, оның бәріне Рабиға апай қарсы болған. Сосын анау нені ұрдашық, аштажап деген сияқты сөздерде ұр, сосын жық деген сөз ғой. Рабиға апай соны шырылдайтын. Ол екі бөлек сөз, да деген шылау ғой, шылау ешқашан сөзбен бірге жазылмайды деп. Оларды не үшін бірге жазамыз? Ұрдашықты бірге неге үшін жазамыз? Бұлардың бәрінде тілдің жүйесін түсінбегендіктен ғой. Ал біздің қазақ тілі жалғамалы тіл болғаннан кейін бізде түбірде өзгеріс болмайды. Бізде тек қана қосымша жалғанғанда екі дауысты қатар келсе, алтау жетеу деген сияқты түсіп қалуы мүмкін. Ал тұтастай келген кезде бізде түбірде өзгеріс болмайды. Біз қазір оқиды дегенде ыны жазбаймыз, оқымайды дегенде ыны жазамыз. Не үшін? Бізде оқ деген етістігі жоқ қой. Жібейді, суиды дегеннің бәрінде солай сондықтан бұл жерге келгенде бізде Әбдуәлі Қайдардың да еңбектері бар, Жамал Манкиннің еңбектері бар, екі буынды реликтілі түбірлер неткен кезде бұл сөз жасамды қосымша екен, ол кісілер дәлелдейді. Сондықтан сол Рабиға Сыдықтың еңбектерін, Әбдуәлі Қайдар, Жамал Манкиннің еңбектерін басшылыққа ала отырып, ғылымның қол жеткен нәтижелерін негізге ала отырып, ары қарай дамуымыз керек қой. Енді мынандай нәрсе болып тұр да бізде мынандай осының бәрін тіл білім институты жасау керек, или тіл білім институтының басшысы дұрыс адам келіп, бәрімізді сол жерге жинап дұрыстау керек деген түсінік бар да, бәрімізде, көбімізде. Ол қашан болады екен деп. Ол мына шетелдегі үлкен оқу орындары, іргелі зерттеу орындары, үлкен оқу нелердің бәрі жекеменшік. Сол сияқты неге осы халықаралық қазақ тілі академиясының аясында, болмаса тіл білім институтының аясында жаңағы жоба ұсынып, неге академиялық грамматика, неге емле ереже жасамасқа, ұсынбасқа? Олар сол жобаны ұсынып грамматиканы жеңіп алған ғой. Оны жасап қойған. Оны шығарып жіберуі де ықтимал. Бірақ шығарып жіберетін болса, ол жерде Байтұрсынов ұстанымы жоқ.
Сондықтан соны шығаруға қорқып отыр ғой деймін. ойымызша біз бөлінуді қоюымыз керек. Мен мысалы шыны керек, ол кезінде Телжан Шонанов пен Елдес Омаров екеуі екі түрлі көзқараста болған. Елдес Омаров қазақ жазуын жақтаған, Телжан Шонанов латын жазуын жақтаған. Бірақ екеуі де Абай университетінде жұмыс істеп жүргенде 37 жылы Телжан Шонановқа жала жабылып, бұл деген халық жауы, бұл оңбаған деп неше түрлі нәрсені жала жапқан кезде Елдес Омаров шырылдап қарсы тұрады. Бүкіл еңбектерін айтып, мынандай еңбектері бар, ол ешқандай халық жауы емес деп та. Содан кешке қарай Елдес Омаровты жатақханадан шығарады, ертесін жұмыстан шығарады, артынша атып тастайды. Мектеп Елдес Омаров тып-тыныш отыра бермей ме сол кезде деп та, жиналысқа қатысып. Бірақ көзқарастары, ұстанымдары әртүрлі болғанмен, олар адам ретінде бір-біріне бәрі жанашыр. Сол сияқты менің Құралайға да, Анарға да ешқандай бөтен ойым жоқ. Бірақ біз бәріміз ақыры тілге жанымыз ашиды екен. Осы кездегі тілдің жағдайына, тілдің күйіне біздер осы зерттеушілер, ғалымдар кінәліміз ғой бәріміз. Иә. Себебі біз бәріміз жауаптымыз. Біз соған даусымыз жете алмай жатыр шырылды. Кейде мен ойлаймын, шыны керек, мүмкін неге біз барлық нәрсені тіл білімі институт шығару керек деп ойлаймыз. Соны айтамын. Біз өзіміз ғалымдар жиналайық та, білмеймін, бір қоғам құру керек па, академия құру керек па, жаңағы қазақ тіл деген сияқты сондай бір нәрселер. Қазіргі мен тіл білімі институтының істеп жатқан бағыттарын, жұмыстарын үнемі қадағалап жүрем, бақылап жүрем. Сонда ол кісілер қазір корпуспен кетті. Іш корпус деді, істеп жатқан дүниелер өте көп, өте жақсы. Қазіргі заман талабына өте керек нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ олар қазір теориямен айналысуды қойды, себебі оларда теоретик маман жоқ. Теоретик мамандардың бәрі жан-жақта шашырап жүр. Сондықтан енді мен кереметпін деп отқан жоқпын, Құдай сақтасын, Алла ғана керемет қой. Біз бәріміз бас қосып, жиналып, нақтыласақ, сосын белгілі бір тұжырымға келсек. Болды. Одан басқа жол жоқ. Осыдан басқа жол жоқ. Құрметті әріптестер, бір жақсы мазмұнды сұхбат болды деп ойлаймын. Орекеңе рахмет. Осы салада еңбектеніп жүре беріңіз. Рахмет. Ақаңның жоқтаушысы білгірі де өзіңсің. Сосын кейін мысалдарың да бәрі керемет. Барлық жерде сұхбатқа шақырады өзіңді. Енді сынаған жақсы ғой. Енді соны ақаңның бір артықшылығын айтайыншы. Ақаңның анау ағартушы дейді ғой, көп айтады, ақаң ағартушы деп. Ақаң ағартушы шығар, бірақ ол жай кел балалар оқыңдар деп ағартып қойған жоқ. Ол қалай оқыту керек, немен оқыту керек, нені оқыту жасады ғой түгел. Сол жасауға кірісейік та. Иншалла. Академия арнасы.